Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен баттер слайм жасайтын боламын, ал егер де видео қызық болса ары қарата қараймыз, ендеше бастаймыз. Ең бірінші маған гель для душа керек болады, активатор, осылар керек болады. Кейін маған ыдыс, 2 ыдыс керек, және де қасық, крахмал, картофельный крахмал алдым, кез келген крахмал бола береді, бояғыш, қызыл түстегі бояғыш таңдадым, және де балаларға арналған май. Мұны қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Кейін желім керек болады. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші бізге баттер слаймның ең басты ерекшелігін жасаймыз. Ең бірінші біз гель для душамызды немесе пена для ваннаны жасайтын боламыз. Қанша пена для ванна қойсаңыз, соншалықты клей құюыңыз керек. Осынша құйдым мен, және де үстіне аз-аздан крахмалды сала отырып, қою консистенция болғанша дейін осыны крахмалды салып отырамыз. Достар, бұл ең соңында осындай болып шығу керек. Егер қатты қолға жабысып жатса, онда крахмалды қайтадан қосыңыздар. Енді слаймның өзін жасауға кірісеміз. Ең алдымен клейімізді құйып аламыз. Және оның үстіне балаларға арналған май. Оны құйсаңыздар да болады, құймасаңыздар да болады. Айтып өткенімдей. Енді үстіне қызыл түстегі бояғышты қойып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Әрине қызыл түсті таңдамай-ақ қойыңыздар, өздеріңіздің жақсы көрген түстеріңізді сала берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін жаңа крахмалдан жасаған тестамызды аз-аздан қосамыз. Егер сіз бірінші рет жасап тұрсаңыз, онда аз-аздан қосыңыздар. Мен просто қолым үйренді, сондықтан да бірден жасадым. Бізде ең соңында осындай теста болып шығу керек, яғни осындай консистенция болу керек. Енді осының үстіне загустителімізді қосып, слайм қылып жасаймыз. Және мен сіздерге бұл процесс жылдам болу үшін жылдам таймлапсқа қойып қойдым. Егер сіз бор қышқылымен жасайтын болсаңыз, онда бор қышқылын аз-аздан қосып жасаңыздар, себебі ол сіздерде бор қышқылын бірден көп салсаңыздар, онда слаймдарыңыз қатты болып шығады, сондықтан сізде дұрыс слайм шықпай қалуы мүмкін. Достар, міне менде осындай слайм шықты. Достар, бұл негізі бұлай болу керек емес, яғни бұлай тұру керек бұл. Мысалы, слаймды осылайынан қойғанда бұл осылайынан жайылып кетпеу керек. Егер бұл осылайынан жайылып кетсе, онда бізде әлі бұл баттер слайм дайын емес деген сөз. Демек, бізде әлі баттер слайм дайын емес. Ендеше, егер дәл сондай болып жайылып кетіп жатырса, онда біз үстіне тағы да крахмал қосатын боламыз. Менде слаймым почти болып дайын болып қалды. Дайын десеме болады. Міне осылайынан кішкене енді ол слайм болғаннан кейін кішкене чуть-чуть қатты просто былайынан қойғанда резко былайынан жайылып кетпеу керек, да? Кішкене күту керек. Және слайм өте керемет болып шықты. Қараңыздар, еще тартылады бұл. Және достар, бұл баттер слайм ешқандай да глинасы жасалады. Жалпы оңай рецепт деп ойлаймын, барлықтарыңызға да жасап көруге кеңес беремін әлі. Жасап көріңіздер, бұл рецептпен прям өкінбейсіздер, қараңыздар. Еще размазывается. Глинадан қарағанда меніңше маған осы рецепт больше ұнады. Мен осының алдында жаңағы рецепт шыға ма, шықпай ма, соны тексеріп көрген болатын. Және сіздерге қазір көрсетейін соны. Жаңа мен істеген болатым, оны мен дәл рецепт бойынша сары қылып істеген болатым. Және бұл, қараңыздар, бұл да тіпті керемет. Бұған уже біраз болды енді жасағаныма. Бірақ все-таки бұл да тоже керемет. Әлі бұны жасағаннан кейін мен бұған ештеңе қосқан жоқпын. Қараңыздар, дәл сол қалпымен тұр, міне қараңыздар. Чуть-чуть мынау глянцевый, себебі матовый болу керек негізі. Мынау матовый, мынау чуть-чуть глянцевый, себебі мен бұған кішкене көлемде крахмалды аз қостым. Кішкене көлемде крахмалды аз қосқым келді, және ол және күшті болып шықты. Бұл рецепт жасайды достар. Сондықтан да қорықпай жасап көре беріңіздер, бұл өте керемет рецепт. Видеоны деген ойдамын. Сау болыңыздар.